көпірден секіріп алып еді. Нәтижеде қайта есін жиғанда өзен суы оны жағаға шығарып тастаған болып, ашуға булыққан Сорлыбек бәрібір суға ағып өлмейді екен. Ендеше өзеннің арғы жағасындағы биік ғимараттың үстіне шығып, құлап өлейін деген бекінге келгенімен бұл жерден шығар жол таба алмай қояды. Әсілі Сорлыбек қаланың қақ ортасындағы Иес аралға қамалып қалған болып, көпірдің тағаны 10 неше метр биік болғандықтан көпірге жармасып шығуы мүмкін емес еді. Осылайдан үмітсізденген Сорлыбек аралда бір түнеген соң, ертесі жақын маңда бір кеменің кетіп бара жатқанын көріп, құтқарыңдар деп қол бұлғап еді. Алайда кемедегі саяхатшы Сорлыбек менімен амандасып жатқан ұқсайды деп, ол да амандасып қояды. Сондықтан Сорлыбек бір ашық жерге бадырайтып отырып, құтқарыңдар деп жазып, кеше су кіріп кеткен телефоны қайта ашылғандықтан дереу сақшыларға телефон жалғап, құтқару өтініп еді. Сақшылар оған бізді ақымақ қылып тұрсың ба деп телефонды қоя салғандықтан, сақшылардың құтқаруынан қайыр кетіп, Сорлыбек қалыңдығына телефон жалғап, қалыңдығы оған неменеге ырбиып хабарласып жатсың, алдында өлсем де хабарласпаймын деп едің ғой деп телефонды қоя салып еді. Телефонда төгі таусылып өшіп қалады. Ашуға булыққан Сорлыбек енді өзеннен малтап өтпек болып еді, бірақ малтауды жақсы білмейтіндіктен біраз малтап барып тұншығып өле жұтап, әрең зорға жағаға қайта шығып, осылайда тіпті жыныстаған соң бәрібір өлу үшін осында келгенмін ғой деп ойлап, бір ағашқа асылып өліп алмақ бола бергенде іші қатты ауырып, әдемілеп отырып палау басып келген соң қайта асылып өліп алайын деп барып, кенет өліп алғысы келмей, нас басқан өміріне нәлет айтып, маңқасы ағып біраз жылап алған соң, не өліп алу, не аралдан кету қолдан келмеген соң, осы аралда жалғыз күнелтейін деген ойға келіп, бұрынғы заманның адамдары сияқты от жағуды сынап көріп еді. Қанша қиналғанмен от жаға алмай шаршап, жан қалтасынан шақпағын шығарып, темекісін тұтастырып отыра кетеді. Әрі аралдағы керекке жарайтын қоқыр-қоқсықтарды жиып, бір тастан кішкене қайықты тауып алып, оны жатар орнына етіп алады. Сонымен бірге қарнын қамдау үшін балық ұстауды сынап көріп еді, бірақ балық тұрмақ бақада ұстай алмай, амалсыздан жабайы саңырауқұлақ жеп бірнеше күн өткен соң, қоқсық арасынан біраз шаш сабын тауып алғандықтан басын жуып жатыр еді. Шаш сабының суына уланған балықтар су бетіне шығып, Сорлыбек балықтарды қақтап жеп, қарнын тойғызып алып ұйқыға кетіп еді. Бірнеше кептер қалған балықтарды жеп, ертесі таңертең Сорлыбек кептерлердің өліп жатқанын көріп, оны да қақтап жеп, еш уайымсыз тісін шұғып көгалға жата кетеді. Иес аралда қамалып